Бәйтерек. Қазақстан Республикасының халық артисі Бәйтен Уәлиханұлы Омаров 1927 жылы 10 мамырда Павлодар облысында дүниеге келген. Бәйтен Уәлиханұлы 1948 жылы Алматы қаласындағы киноактерлар мектебін, 1954 жылы Ташкент мемлекеттік театр көркемсурет институтын бітірді. Режиссерлық өнер жолын 1953 жылы тұңғыш рет Гогольдің «Үйлену» комедиясын қазіргі Атырау облысы драма театрында қоюдан бастады. 1954 пен 1989 жылы Семей облысы драма театрында, Ұйғыр мемлекеттік музыкалық комедия театрында, Қазақ концертте, Талдықорған облысы драма театрында бас режиссер болды. Енді Бәкен ол 20 жылдай Семейдің театрын көтерді. Жақсы қызмет атқарып Алматыға келді, біздің театрға келді. Театрда да Мұхтар Әуезовтің «Таңғы жаңғырық» деген спектакль қойды. Онда мен ойнадым Жарасбайдың рөлін. Бәкеңменен сол тіл тауып дұрыс жұмыс болды, жақсы спектакль болды. Бәкең өзі сондай спокойный, іштей мәдениеті жоғары адам еді. Әңгімелескенде, жалпы актерлермен қарым-қатынасы творчестволық адамы ғой. Ондай жайлы, жаны жайсаң, сондай азамат. Жолдасы да жақсы еді. Біздің театрменен тіл тауып жұмыс істеді. Бәйтен Омаров Қаһардың «Ауру тістер», Әуезовтың «Еңлік кебек», Қарагөз, Мүсіреповтің «Ақан сері ақтоқты», Назым Хикметтің «Махаббат туралы аңыз», Гогольдің «Ревизор», Тәжібаевтың «Майра», Мұхамеджановтың «Бөлтірік бөрік астында», Айтматовтың «Жәмилә» тағы да басқа спектакльдерді сахнаға сәтті шығарды. Бәйтен Омаров деген есімді естігенде және сол кісі жайында ойыма ойлар оралғанда алдымен ол кісінің бір ерекше кінәздік есіме түседі. Қазақта кінәз деген ұғым бар. Орысшалаған интеллигент деймін сондай. Соның соң тағы да есіме түсетін ол кісі бір керемет сабырдың адамы еді, ұстамдылықтың адамы. Мінез құлқына қарағанда. Соның соң өзінің еңбегіне, әсіресе театрға өте адал болған адам. Есепсіз, ессіз еңбек еткен адам. Бәйтен Омаров деген ағамыз қазақтың үлкен ұлы өнерпазы, артында үлкен із қалдырған, шәкірт қалдырған және өлмейтін өнер қалдырған кісі. Жалпы бұл біріншіден бұл кісі мынау театр саласының маманы. Мен өзім студент кезімде, соның 80 жылдары осы ұлттық театрдың сахнасынан «Таңғы жаңғырық» деген спектакльді көрдім. Бәйтен Омаров ағамыздың режиссурасымен қойылған. Сол кезде Жарасбайды ойнап жүрген актер Асекең сахнада бір уыс топырақты өлердің алдында сол ата-бабасының зиратын сатып жіберген, сол бір уыс топырақты ерекше құрметтеп, қастерлеп, өзінің қате жасаған түсініп, сол ажалға өзі барып, сол бір уыс топырақты елдің алдында өзінің үстіне шашады. Сол спектакль «Таңғы жаңғырық» деген сол заманда, кеңестік дәуірде Қызыл империяның қылышына қан тамған заманда бүгінгі күнмен астасып жатыр. Қазіргі біздің бодандықтан, сол уақыттағы бодандықта жүргеніміз, сол уақыттағы біздің ашылмай жатқан көптеген астары, сол ойды режиссура сол жерде керемет әдемі береді. Анау айналып тұрған кругтың өзі мынау әлем, мынау жер шарындағы болып атқан қаншама осындай бір қысастықтар, осындай бір қиянаттар, соның бәрін режиссуралық шешіммен ерекше береді. Мен сол спектакльді сол ұлттық театрда сол керемет ерекше ұнатып, сондай бір керемет жақсы көрген спектаклім.
Бақтығұлдың рөлін Тұңғышбай Жаманқұлов пен Оразхан Кенебаев деген актер ойнады. Екеуі де ерекше сондай Бақтығұлда сондай керемет жақсы ойнаған. Актерлық ойынды ол кісі ерекше біледі, өйткені өзі актер. Актер болғаннан кейін актердің бүкіл қай жерде қандай осал сәттері бар, қай жерде фальш кетіп тұр, қай жерде шынайы, қай жерде табиғи, қай жерде оның тереңіне бойлау керек, қай жерде қандай тем, қандай градус, соның бәрін өте меңгерген адам актер ретінде. Сол ол кезде енді Тұңғышбай ағаларымыз, Оразхан Кенебаев ағаларымыз, жас актерлар солардың бәрін ерекше ансамбль ретінде құра білген. Соны спектакльде үлкен бір осы театрдың ерекше бір сүйіп көретін спектакліміз болды. Бәйтен Омаров бұл қазақ режиссурасында өзінің айқын із қалдырған режиссер. Бұл жай ғана спектакль ғана қойыма шұғылданбаған режиссер. Ол педагог режиссер. Оның шәкірттері бар, және ол қойған спектакльдерді актерлар оны режиссер деп қана емес, ұстаз деп қана қарайтын. Жан жақты, білімді. Ол қойған спектакльдердің бәрі де үлкен уақиға болып қабылданатын қазақ мәдениет өмірінде. Сонау классиктерден бастап Степан Свейк дейсің ба, Мұхтар Әуезов дейсің ба, Шыңғыс Айтматов дейсің ба, қазақ классикаларының, әлем классикаларының бәрін сахналаған режиссер. Семей театрында бас режиссер болып жүрді. Содан кейін біздің Әуезов театрында бас режиссер болып келді. Әзірбайжан Мәмбетов киноға ауысып кеткеннен кейін. Екеуміздің керемет бір достасып кеткеніміз менің әпке пьесамның қойылуы болды. Әпке ол республикалық конкурста бірінші орын алды, және ол бақытына орай пьесаның әр рецензентке 3 пьесадан береді ғой. Соған пікір жазып келіңіз деп. Әпке сол Бәйтеннің қолына түсіпті дағын, Бәйтен келіпті дағын, мына пьеса қандай орын алғанына қарамай, мен Әуезов театрында қоямын деп. Содан бастап кеп кетті репетицияны. Және бұл автор манан керемет жұмыс істей білетін режиссер еді. Біздің көптеген режиссерларымыз авторлардың текстімен санаспайды. Өздері қосып ала береді, алып тастай салады, қосады, немесе кейіпкерлерді қосып жіберуі мүмкін. Бәйтен Омаров ондайлар жат еді оған. Қазақ театр тарихында өзінің ізін қалдырған біздің ақсақалдарымыз көп. Солардың ішінде қарапайым жүріп біраз істіндірған ағаларымыздың бірі Бәйтен аға Омаров. Ағамен алғаш 1977 жылы Даладағы қуғын фильмінде кездестік. Сол кезде алғаш көргенімде Бәйтен ағаны түр тұлғасын көріп, мен соншалықты таң қалдым. Бұл кісіден бүгін бір ғажабы түр кескіні бірнеше ұлтқа ұқсайды. Екіншіден, бұл кісінің бойындағы даланың дархандығындай сабырлығы, соншалықты бір ұстамдылығы, бір өнерпаз адамға көп ұқсай қоймады. Бірақ кейін жақын таныса келе, шын мәнінде Бәйтен ағаның бойындағы парасаттылық, тазалық, іс-әрекетіндегі үлкен бір ыждахаттық пен пайымдылық мені әбден тәнті етті. Бәйтен Омаров совет заманындағы идеологиялық қысымға қарамастан Мұхтар Әуезовтың, Бейімбет Майлиннің, Ильяс Жансүгіровтің, Ғабит Мүсіреповтің пьесаларына репертуарда басымдылық береді.
Солардың бірі ұзақ үзілістен кейін Әуезовтің «Қара көзін» республикамызда ең алдымен сахналап, қойылым театрдың кезеңдік табысы дәрежесіне көтерілді. Түрлі трагедиялардан еңсесі езілген Семей жұртшылығының рухын көтеруге Бәйтен Уәлиханұлының еңбегі көп сіңді. Бәйтен Уәлиханұлы кәсібилік деңгейіне қылау түсірмей, театрдың жұмысын жандандырды. Шәкірттерін әлі түрен түспеген тың жолға сала білді. Бұл білімділіктің, кәсіпқойлықтың, театр өнеріне деген адалдықтың нәтижесі еді. Бәйтен Омаров қандай спектакль қойса да, пьеса үстінде өз бетінше тыңғылықты жұмыс істеу, оны барынша тиянақты зерттеу, драматург ойының түкпір-түкпіріне дейін ақтарып шығу, оның өнеріне тән құбылыс. Бәйтен Омаров режиссурамен бірге актер шеберлігінен де түбегейлі білім алған. Алматыда ашылған кино актерлар мектебінде әйгілі режиссер-педагог Асқар Тоқпановтан білім алып, актерлық өнердің алғаш қадамын басты. Бәйтен Омаровтың кино саласындағы өнер жолы бөлек әңгіме. 1972 жылдан киноға түсе бастаған «Жанталас» фильмінде Бадымаев, «Даладағы қуғын» фильмінде Ақан, қосымша сауалдарда Бекбосынов, «Жылан жылында» генерал-губернатор рөлдерін сомдады, және бұдан басқа да бірнеше фильмде басты және эпизодтық рөлдерді сәтті ойнады. Бәйтен Омаров тек қана режиссер емес, актер да болды. Ол баяғы Мәскеу түсірген «Белый шаман» деген фильмде де басты кейіпкерлердің рөлін ойнады. Сонда күлуші едік, сіз жалпы Якутқа ұқсайды екенсіз ғой өзіңіз деп, Сібір халықтарына. Одан кейін «Гауһартас» фильмінде де эпизодтық рөлдерде түсті. Енді актерлік оның кинода құлагерді ойнағанын білемін. Содан кейін біздің «Год драконы» да түсті менің фильмімде. Енді актер енді ол режиссер ғой негізінде. Актерді типаж деген бұла сырт пішіні жаңағы ондайға келеді. Сол бір сказочный жаңағы құлагерді есімдесің. Бәйтен ағаның бойындағы әмбебаптық. Кинода да, режиссурада да, театрдағы режиссерлік жұмыстары, осының барлығы ол кісінің еңсегей бойының үлкен бір қазыналығын, үлкен шабыт үстінде жүретіндігін көрсете білді. Жалпы тумысынан кино үшін жаралған адам еді ғой. Бет әлпеті, сұлпаты, қандай әдем, нағыз азиялық, қазақи тұрпат болатын. Сонысын өзі артық ет жоқ бойында, сондай тартымды кісі болатын, сұлу адам еді, бойшаң. Ол кісі көп киноға, Россияның фильмдеріне түсті, біздің де фильмдерге түсті. Бұл кісі білімпаз адам болатын, көп оқыған адам болатын. Бұл кісінің білімі Ташкентте оқыды. Ташкентте білесіздер, 50-ші жылдары соғыстан кейінгі болған өңшең театр өнерінің, кино өнерінің Мәскеу мен Петербургдағы білімпаздары, профессорлары, академиктері сол Ташкентке жиналды. Сол Ташкенттегі үлкен ғалым, ғұламалардан білім алған ағамыз ол кісі. Оның бәрінің себеп салдары содан болып отыр. Бұл кісі Нұрмұхан Жантурин екеуі бірге оқыған. Ал енді Нұрмұхан Жантурин деген ол ерекше тұлға ғой, ерекше уақиға, құбылыс. Бәйтен аға да сондай құбылыстардың бірі. Мен өзім жақсы көріп оттым ол кісіні. Сабырлығына, мәдениеттілігіне, сонымен адамға деген қарым-қатынасына, жассың демей, кәрісің демей, бір үлкен бір сыйластықпенен, бағалауменен сенің адамгершілігіңді, актерлік қасиеттеріңді өзінің бір жақсы ойларда менің ойымда қалды. Келешек ұрпаққа Бәйтен ағадай талмай, мұжылмай, үлкен бір қайраттылықты көрсете алатын мінезі бар ақсақалдарымыз бүгін керек ақ. Ақсақалдарымыз өкінішке орай сиреп бара жатыр. Өйткені өткенсіз бүгінгіні бағдарлау мүмкін емес. Жалпы тарихты білмей, қоғамның алға жылжуы
мүмкін емес. Сондықтан да болар осы уақытқа дейін сол ақсақалдардың алдын көргеніміз, соның ішінде Бәйтен ағамен қатар жүріп, сол кісіден біраз нәрсені үйреніп, бойымызға мансұқ етіп, осы уақытқа дейін. Соның барлығы, егер өнерде бір нәрсенің ұшпағына жеткен болсақ, сол үлкен ағаларымыздың тәжірибесінен, өнерінен алған дүниелер арқылы деп ойлаймын. Бүгінде Бәйтен ағамыздың ұрпағы, әсіресе соның ішінде қыздары, бүгін республикамыздың, мемлекетіміздің, оның экономикасының, оның әлеуметтік жағының екі аяғына тік тұруына үлкен септігін тигізіп жатқан қыздары деп ойлаймын. Сол үлкен Қазақстан деген үлкен шаңырақтың оғы болып қадалып, бүгін заманауи, заманына сай қадам басып келе жатқан үлкен шаңырақ. Жаны жәннатта болсын. Соңына дейін театрда жұмыс істеді. Демінің ақырына дейін театрында жұмыс істеді. Өзі театр құрды. Мынау біздің училище болатын ол кезде, сол кезде қазір колледж ғой. Сонда актерлік шеберліктен сабақ беріп жүріп, өзінің төңірегіне өзіменен жаңағы өзі сияқты ойлайтын, өзі сияқты білімді ұл мен қыздарын жинап алып, кәдімгідей театр ашты. Қазір Бәйтен Омаров атындағы театр бар. 1996 жылы Жүсіпбек Елебеков атындағы Республикалық эстрада цирк колледжінің актер драма и кино факультетін аяқтадық. Ұстазымыз Бәйтен аға Омаров болатын. Бәйтен ағамыз біздің есімізде интеллигентті көзқарасымен қалды. Байсалды кісі болатын. Сабырлы, ешқашан қатты сөйлемейтін. Сонда курсымызды жинап алып, өзінің нақыл сөздерін аямайтын. Сендер оқу бітірген соң театрға барасыңдар. Ал театрда сендердің диапазондарың өте кең болу керек. Сондықтан да бүгіннен бастап, қазірден бастап, жастайыңнан өздеріңді тәрбиелеуге тырысыңдар. Кітап оқыңдар. Содан кейін жаңа әр кейіпкердің тағдыры сендерге ойыншық болмау керек деп ақылын аямайтын. Бүгінгі таңда Бәйтен ағайымыздың атында театр бар. Талантты актерлар жұмыс істеп жатыр. Жас буын, көбісін кино арқылы білем. Беделді режиссерлар келіп, спектакльдер, жаңа туындылар қойып жатыр. Оған біз Бәйтен ағайдың оқушылары, балалары өте қуаныштымыз. Бәйтен ағамның театрына сәттілік тілеймін. Отбасына аманшылық тілеймін. Бүгінде Бәйтен Омаровтың шәкірттері қазақ театр өнерінің ауыр жүгін қажымай көтеріп жүр. Өнер жолы қаншалықты ауыр болса, ұстаздың рухы алдындағы адалдық пен жауапкершіліктің салмағы одан кем емес. Әкеңменен талай азаматтар үлкен, корифейлерді көрді. Қаныбек Қуанышбаев сияқты, Серке Қожамқұл сияқты, Елағам, Сабира, осы үлкендерменен тіл тауып жұмыс істеген адам ғой. Сондықтан енді Бәйтен туралы жалпы мемуарлар жазылу керек. Бәйтен ағамыз деген ол қазақ өнерінің сол жаңағы қазақтың үлкен, қазақ емес бүкіл Орта Азия одақтағы алдың қатарлы ұлы режиссерлар Әзірбайжан Мәмбетов, Жақып Омаров, Райымбек Сейтметов, сол сияқты үлкен Есмұхан Обаев сияқты үлкен ұлы режиссерлармен қатар тұратын, солардың мектебі, солармен бірге осы ұлттық театрдың алтын ғасыры болды. 30 жыл. 30 жыл алтын ғасыры болды осы театрдың. Сол ұлттық театрдың алтын ғасырын бірге жасаған кісі. Сол жаңағы бір мектепте, бір демде, бір атмосферада, бір демде тыныстап, сондай мектепте бірге жұмыс істеген
осы қазақ өнеріне, театр өнеріне, кино өнеріне ерекше үлкен үлес қосқан, қазақ елі мақтанатын қандай ұлы тұлғаларың бар десе, міне Бәйтен Омаровтай ұлы тұлғамыз бар деп мақтанатын айтулы тұлға. Сондықтан да Бәйтен ағамыздың жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын. Қазақ барда, қазақ өнері барда, қазақ өнердің тарихы барда, Бәйтен Омаров аты еш уақытта өшпейді, қазағымен мәңгілік бірге жасайды. Жатқан жері жайлы болсын деймін, бәкем олай жұмақта қойды. Ешкімге зиян жоқ, артық сөз жоқ, іштей мәдениеті жоғары, ондай кісі болған. Бәйтен ағамыздың енді жатқан жері жарық болсын дегім келеді. Мына үлкен бір көзі тірі болса, үлкен тойы болатын еді, амал қанша. Өмірдің тізгіні қаншалықты адамның өзінде болғанмен соншалықты өкініші де. Сондықтан әулетіне, оның ішіндегі жаңағы қыздарына амандық тіледік. Семьясы да өте бір тәлім тәрбиелі адам. Екі қызы бар, білемін, енді басқаларын біле бермеймін, көп араласқам жоқ. Жеңгеміз де осы Бәйтен ағаны ерекше қадірлеп өткен адам. Жанна деген қызы бар, менен дос, жақсы көрем ол. Өнерге керемет жақсы қарайды. Сол Бәйтен папасының атын өшірмей, Бәйтен аға атасы папасының ашқан театрын өлтірмей, өзінің үлкен жаңағы бизнесіне алып келіп, тапқан таянған сон театрға беріп, атын асқақтатып отырған міне нағыз перзент деп осы жанынан айту керек. Бәйтен Омаровтың өнер жолына көз салсаңыз, туған ұлтының тыныс тіршілігімен біте қайнасып, астасып жатыр. Әйгілі актердің бүгінде өзіндік мектебі, жолын жалғайтын ізбасарлары аз емес. Солардың бірі Жас сахна театры. Театр 2006 жылы педагог әрі режиссер қазақ және орыс театрларындағы 100-ден астам спектакльдің қоюшысы, танымал қазақстандық актер Бәйтен Омаровтың құрметіне құрылды. Бүгінде Бәйтен Омаровтың ұрпақтары, іргесін қалаған жас театрдың көрермендері күн санап көбейіп келеді. Өнерге деген адалдық, ұлтқа деген адалдық. Олай болса, қазақтың кино және театр өнерінің алып бәйтерегі Бәйтен Уәлиханұлы Омаровты халқы ешқашан ұмытпақ емес.